Ресейде жанартау атқылады. Армысыздар. Сіздермен бірге жақсы канал. Ресейдің Камчатка аралында Крашенников жанартауы атқылап жатыр. Бұл туралы Ресей ғылым академиясына қарасты вулканология және сейсмология институты хабарлады. Ақпаратқа сәйкес, жанартау 6000 метрге дейін жететін биіктікке қызыл шоқ атқылаған. Тіпті шоқтан тараған күл тынық мұхит жаққа тарап жатыр. Бақытына орай, шоқ пен күл тараған аймақтарда халық тұратын елді мекендер орналаспаған. Бұл құтқарушылар таратқан мәлімет. Жалпы жанартау Петропавловск Камчатск қаласынан небәрі 200 шақырым жерде орналасқан. Ең қызығы, бұл жанартау соңғы рет сонау 1463 жылы оянып атқылапты. Ал ғалымдардың пайымдауынша 5,5 ғасыр бойы тыныш жатқан жанартаудың оянуына күшті жер сілкінісі себеп болған. Еске сала кетсек, шілде айының соңында Камчатка жағасында күші 8,7 балдық қуатты жер сілкінісі болды. Салдарынан цунами қаупі туындап, мұнда алғашқы болып Ключевская сопка жанартауы атқылап, жан-жаққа лавасын ағызды.